Ассалаумағалейкум құрметті достар, сендермен видео артында отқан бұл мен Нурик, және де бұл Каструма серверіндегі бомбыж өмірінің екінші бөлімі. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп отырғандарындай, бүгінгі видеода мен Хэллоуинский Авноваға обзор көрсететін боламын, және де сол Хэллоуинский Авнованың ивентін орындап, сондағы ақшамен казиноға барып, ақшамды көтеретін боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болды, сондықтан видеоны до конца қарап, лайктарыңды басып, арнама тіркелуді ұмытып кетпеңдер. Ал бүгінгі видеоны бастамастан бұрын мен сендерге бір өтініш айтқым келіп отыр. Осы өтінішімді прямны орындап тастайтын болсаңдар, өте қатты қуанышты болар едім. Өздерің білетіндей, уже жаңа жыл жақындап қалды. Ал мен жаңа жылда өзімнің каналыма 1000 подписчик көргім келеді. Сол себепті сен әлі менің каналыма тіркелмеген болсаң, лайкыңды басып кет және арнама тіркелуді міндетті түрде ұмытпа. Ал енді біз бүгінгі видеомызды көп созбай тезірек бастаймыз. Ең алдымен біз Хэллоуинский Авноваға обзор жасайық. Яғни көріп тұрғандарындай айналаның барлығын уже керемет Хэллоуинский заттармен безендіріп тастаған асқабақтың басы, және көріп тұрғандарындай мына жерде уже саңырауқұлақтар. Айналаның бәрі осы Хэллоуинский Авнованың заттары. Жалпы Хэллоуинский Авнова осыдан 4-5 күн бұрын шығып қойған болатын, бірақ мен ол моменттерде сет ұстамайтын жақта болғандықтан, дәл осылай видео шығара алмадым. Көріп тұрғандарындай, уже мен жаңадан шыққан ивентті сразу орындап тастауға бара жатырмын. Достар, көріп тұрғандарындай мына жерге бір здание қойып қойыпты. Яғни дәл осындай бір қамал ма, қазақшасы дәл осындай, достар. Көріп тұрғандарындай мына жақты прям дерзкий қылып тастапты. Өздерің көріп тұрғандарындай дәл осы NPC-ға келдік. Дальше больше қазір біз осы ивентті бастап, дальше өте беретін боламыз. Мінекей достар, біз уже ивентті бастап кеттік, және де көріп тұрғандарындай біздің артымыздан мен келе жатыр. Ал біздің машинамыз дәл осындай қазіргі Black бастағы машина, қателеспесем. Дәл осы машинамен біз ана меткаға қарай бара жатырмыз. Бізде бұл меткаға жақындадым, уже мінекей келгеннен кейін бізде қара экран болып, бізді басқа жаққа телепортация жасайтын болады. Көріп тұрғандарындай маған дәл осы жақтан Лиза деген бір қыз соғатын болады. Көріп тұрғандарындай оның не айтып атқанын мен сендерге айтпайтын боламын, оны өздерің оқып аларсыңдар. Тағы да дәл осылай қара экран болып, бізді ең басындағы осы ивентке келген жерімізге апарып тастайтын болады. Бізде жаңағы өзіміздің ивент бастаған жерге келетін болсақ, дәл осы жерде Storage деген бір ата, бізбен ол камень ножницы бумага ойнайтын болады. Сендер осыны 3 рет ұтатын болсаңдар, сендерді дальше осы неге кіргізетін болады. Ары қарай бізде по идее осы бірінші часті бітеді осы ивенттің. Бізде мінекей ары қарай дәл осы крепост, яғни осы үңгірдің қасына барғаннан кейін бізде Марк деген Полина екеуі сөйлеседі. Потом бәрін біз завершить етіп, дәл осылай бірінші частын аяқтайтын боламыз. Бізде дәл осылай Black Russiaның керемет анимациясын көретін боламыз. Яғни дәл осындай бір скиндармен ба, өздерің көріп аларсыңдар, но бұл жердегі звуктарды мен ютубқа шығару болмайды, өйткені ол авторские права бұзатын болады. Дальше біз ары қарай дәл осы ивентті жалғастыратын боламыз. Бізде ары қарай дәл осы бір аспаптың ішінен дәл осындай лава, құйын шығатын болады. Енді дұрыс айттым ба, дұрыс айтпадым ба, осылай, көріп тұрғандарындай дәл осындай лава құйынды, құйын болып тұр, бірақ түсі лава. Дәл осыны біз қазір ұтатын боламыз. Міне дегенше біз бұл құбыжықты да ұтуға сәл қалып тұр. Көріп тұрғандарындай, уже қазір 1-2 секундтың арасында смело ұтып кететін боламыз. Мінекей достар, уже біз бұны ұтып тастадық. Бізде жаңағы құбыжықты ұтқаннан кейін бізде дәл осындай асқабақтарда өзіміздің негіміз жазылып тұрады. Сол никті алғаннан кейін барып, дәл осы меткаға баратын болсақ, жаңағы біздің ұтқан ақшамызды беретін болады. Біз дәл осылай ивенттің екінші частында бітіріп тастадық. Өкінішке орай бізде дәл осы ивенттің 3-ші част, 4-ші част кездері бізде видеоға түспей қалыпты, но бізде ары қарай кейс ашқан кездерімді көрсететін боламын. Мінекей бізде ивентті бітіріп тастадық, одан кейін барып чатқа ревард деп жазып, өзіміздің берілген приздардың барлығын алатын боламыз. Ал бізде келесі кезекте кейстарды ашатын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарындай бірінші кейсті аштық, және оның ішінен бізде 4 XP түскен болатын. Ал енді бізде екінші кейс, және оның ішінен бізде канистрасы бензином, оны распределить жібердім. Ал үшінші кейс бізде мінекей көріп тұрғандарындай 8000 рублей түсті. Ал енді бізде бомжа кейстердің бәрін ашып шығатын боламыз. Бәрін дегенде қазір пока что бір кейс, яғни біз біріншісін аштық, бізде 12 XP түскен болатын. Енді мен қалған осы жаңағы кейстерден түскен заттарды алатын боламын. Өздерің көріп тұрғандарындай, мен дәл осы Хэллоуинский, пропускадан уже 20-ші левелға жеттім, яғни ақшамен күшейтіп, енді біз дәл осы жерден 2 бомжа кейсті алып, және оны ревардтан сразу алып, сразу ашып тастайтын боламыз.
Ал мінекей достар, мен бұны неге күшейттім десеңдер, мына жақтан қазір біз бір рет ашатын болсақ, бізге 2 кейс берді, сонымен біз уже 5 кейс ашқан болатын боламыз. Мінекей біріншісіне бізде Gola 2 деген машина түсті. Ал содан кейін барып бізде дәл осындай, Niva деп айта берсек болады. Көріп тұрғандарындай тағы 2 кейс берді және оны сразу алып келіп, олардың барлығын, ашып тастайтын боламыз. Ал мінекей достар, бізде, қалған 2 бамжа кейс және біріншісін ашамыз және оның ішінен бізде дәл осындай приора түсті. Содан кейін барып дәл екіншісін ашамыз, оның ішінен бізде қанша 90 000 рублей түскен болатын. Барлығын бір тіндеп госқа сливать ететін боламыз. Ең алдымен достар, біз Gola 2-ні сливать етеміз және ол 70 000 рублейге кетті. Ал бізде келесі кезекте дәл осы Niva, бұны біз сразу, госқа селкар етіп жүретін боламыз. Мінекей селкар және де біз бұны, 175 000 рублейге селкар етіп жібердік. Ал мінекей достар, бізде, ең соңғы көлік және де біз оны, госқа селкар етіп жүретін боламыз және де біздің қолымызда 641 700 рублей. Мінекей достар, жаңағы ивенттен тапқан ақшамызбен дәл осы казиноға келіп, блэкджектен бастайын деп жатырмын. Бірінші ойынға мен ойланып тұрдым да, сразу 150 000 рублей тігіп қоятын боламын. Содан кейін барып, әрине дилерді күтетін боламыз. Мінекей бізде достар, ойын басталды және дилерге 2 берді, және де маған 10 берген болатын. Бұл өте керемет. Бізде екінші санымыз қазір бізде 20 болды, біз смело осы ойында ұтып тұрық. Ал мінекей достар, дилердің саны бізге жетпей, біз ұтып кеткен болатынбыз. Ал бізде келесі ойында менің очком 20 болып, және дилерге де 20 түсіп, дилермен ничья болып қалдық. Ал бізде келесі ойында менің очком 17 және дилерге 9 түскен болатын. Екінші саны бізде 7 болып, яғни на всякий случай 16 болып, мен ұтып кеткен болатынмын. Өздерің көріп тұрғандарындай, менің қолымда уже 3 лям был. 3 лямды мен, блэкджектен көтерген болатынмын. Мінекей скриндары, стопқа қойып қарап алсаңдар болады. Ал достар, менен сендерге бір тактика болсын, дәл осы тактиканы сендер жасап көтере аласыңдар. Мінекей достар, бізде 4 фин ойын басталды. Аним 51-ді 8 секундта, Аним 10-ды 5 секундта және таймды тұрамызда 2 секундты жасаймыз. Достар, біз бірінші ойында қадалдық. Өзімнің 1 лямымды менің туған ағама, Нұр ютуберге беріп жатырмын. Бірақ ол ютуб түсірмейді. Жақын арада түсіруі мүмкін. Ал бізде келесі ойын басталды және бұл жерде мен дәл жаңағы тактиканы қайталап жасадым. Бұл жерде бізде, 1 лям 3 финға ойнап жатырмыз. Мінекей көріп тұрғандарындай просто суда. Бірінші ойыннан емес, екінші ойыннан сразу ұтып кетіп тұрмыз. Ал бізде 750 000-ға келесі ойын, яғни Win 5, Win 4 басталды. Көріп тұрғандарындай дәл жаңағы тактика, яғни дәл осы тактикамен сендер де прям казиктан өте көп ақша көтере аласыңдар. Просто достар, 4 Winді жұлып кеттік. Ал бізде казиноға бар жоғы 650 000 рублеймен келіп, 5 ляммен шығып бара жатырмын. Ар жағы ойнамайтын болады, көріп тұрғандарындай 110 000 ақ рублей. Мен оны жай ғана блэкджек ойнап тауып алатын боламын. Мінекей достар, бүгінгі видео дәл осылай аяқталатын болады. Егер сендерге бүгінгі видео ұнаған болса, лайктарыңды басып арнама тіркелуді міндетті түрде ұмытып кетпеңдер. Ал сендермен болған мен Нурик. Всем удачи, всем пока.